Не ұйықтап жатсың? Ертең ұбытыдан құласаң не істейсің? Ауылда қаласың ғой сен, ауылда. Сені анаң жалғыз өзі асырап жатыр ғой. Мына түріңмен сен ешқандай грантты да армандама. Жина бар сабағыңа. Отырсын қараш бұның ұйқысырап. Мен өте жақсы дайындалып жатыр. Мен грантқа түстем, маған үйдегілер iPhone 17 сыйлайды. А я купила такой классный курс на пробном 120 баллов набрала. Мама, Не болды? менде онлайн курс алып оқиыншы. Қайдағы курс? Ақша жоқ та өз. Мама, қазір бөліп төлеуге болады ғой. Әкелші бар, көрейік Каспийді. Мама, осы курс жақсы дейді ғой. Бәрі осыны алып жатыр. Мен де жақсы балл жинап қалармын. Міне алдым курсыңды осы. Саған сендім, үмітімді ақта енді. Қызыма 500 мың теңгеге курс алып бердім. Шүкір, қазір пробныйдан 120-дан жоғары алып жатыр. Мен де қызыма кешегіндей курс алып бердім. Ол да енді бұйыртса жоғары балалар. Әй қыз, пробныйдан неше алдың айтпақшыдай? Мен не істейтін болдым? Білмеймін. Сен ше? Мен Алматыға программистке оқуға түстім. Алматыға барам. Алматы жастар қаласы ғой. Ұят емес пе? Анаң не дейді? Грантқа түспей қалсаң ше? Тізімде жоқ. Қалай тізімде жоқ? Дұрыстап қара. Мүмкін емес олай. Жоқ. Ай, сорлы басым ай, қара бет болатын болдым ғой. Енді сені қалай оқытамын мен, а? Жалғыз өзім әрең бағып атқанда. Шоколадный. Кім біледі, ап мен қанаттарым кеспеш. Менде де арман бар, өзгеру тым кеш. Мамаға тағым күндік беш. Бұл жолы шығат уәде беріп тексеш. Досым сен қиын кезде кетпеш. Сенің қолдауын маған қажет көмектес. Сүйіктім. Мына Марал қайда өз, а? Тамаған. Не тамақ жасамаған, не үйді жинамаған. Суық бөлме, жүрмін жарығыз